сайлап алайықшы бірінші, топ басшы. Әли, екінші топтан. Мейірбек, өте тамаша. Ал енді, қай топ бастайтын сөз ойлаймыз. Кім жеңеді, сол топ бастайды. Енді, ал мына жерде ұяшықтар топ тек қана мына қатарын алған жоқпын, себебі осы қатарда жетеді. Бұдан таңдамаймыз, ең соң қатар. Ал енді осы жерде қайсылық ұяшық таңдайсың? Тура және ауыспалы мағына. Ал? Тура мағыналы сөз деген адамға кәдімгі, мысалы, тура айтылатын сөздер. Тура айтылатын сөздер дегеніміз, мысалы, шаш. Жауабын көріңізші. Зүт сөздің заты немесе құбылысты атап беретін мағынасы тура мағына деп ақылданады. Ал кейін топқа шығамыз. Топты бағалап отырамыз. Қазір. Мысалы, ақпарат, ашық,
Cevap çok iyi. Cevabı veriniz. Danışman kimliği. Keyingi tez. Qaysidan berasiz? Sinonim. Hasbir so'zining ejeliga ma'nosini top deydi. Ne deb aytib bo'ladi? Sinonim deydi. Javob bormi? Çok mu cevap? Qarab o'tiramiz barimiz, bilmaydi. Bo'ri, o'lma, it qusiga keldi, ejildi desa. Keyingi. Tez. Tayyor. Basib qo'ying. Al qo'ying 400. Da'vosini chiqarib. Batır soğucuyla yeken karama kası sürem Batır su yürek ekendi. Qaramağa suyun bo'lmaydi. Batır mıhtemi. Al javobini ko'ramiz. Batır yer yurek ekan. Mıqta ekan, ekimde balama so'z berdi. Qabullaymiz. Keyin Jasmu. Tez qilindaymiz. Qaysini bilmaymiz? Hayır. 500 bak. Al. Hadi tap. Mektepte bastım. Bakşadan alma jurnalda. Yaxşı zaman günlerde bir oğul kızlar. Qaramağa so'zi var negizida. O'si qaysisi? Bak shuni. Mektepga bordim. Qarama so'z bormi? Qaramağa saytgan so'z. Bakşadan alma jurnalda. Üçüncüsü, жақсы жаман күндерде де bir болып достар. Қайсысы? Şu an көрік şu an. Дұрыс екен. Жақсы. Кейін. Тез. Бас. Қайсысы? 400. Айгүл әдемі қыз дейді. Бірнеше мәндесін тауып айтшы. Осының синонимдерін қалай айтуға болады? Айгүл әдемі қыз деген тағы қайтып айтуға болады? Дауысын шығарып айтшы. Айгүл. Айгүлден жауап көрейік. Айгүл сұлу, ажарлы, келбетті, көркем қыз. Қабылдаймыз. Кейінгі топ тез кім шықпады? Ола ғой. Бәріміз бір-бірден шығамыз. Қайбер шыққандаймыз? Синоним. Қайсы синоним болады? Осы сөздер қайсы синоним болады ма? Сиыр синоним болады ма? Дұшпан болады ма? Басын
Жоқ, жоқ. Жақсы бала. Ал, бағалап отырдыңдар. Ал, енді ары қарай ақпараттарды тарату әдісіменен таратамыз. Жұптық жұмыс көп. Жұптасып оқимыз. Болған кезде қоңырауды басамыз. Дайындал. Дайын болғанда дайынсыңдар ма? Аз болды уақытымыз. Қалды. Дайын екенбіз. Ал, кім бастайды? Керек толы тұрмайтын бастайды. Ал, не екен бұл суретті сағын берген? Құлпымай жүрек қан тамырлары Дауысын шығармайды, естісін. жүрек қан тамырлар ауруына аса пайдалы жеміс. Жидек құлпымай оның шырыны қан қысымын төмендетіп, жүрек соғысын жақсартады. Өте жақсы. Аңғарай. Бербек. Атоптер болғасын сендер мәлімдер. Жақсы. Бербек айта ғой. Алманың денсаулыққа пайдалы тұстары орасан. Сонымен қатар жүрек ауруы емдеу кезінде жерге ұсынылатын жемістердің бірі. Тәулігіне 300-400 грамм алманы жеп тұру керек. Қан қысымының қалыпты болуына ол жағдай жасайды. Тағы бір айта кететіні, алма артық салмақты тастауға көмектеседі. Артық салмақты тастауға көмектеседі. Дауса. Жүрек қан тамырына ауру аса пайдалы жемістің бір құлпынай. Оның шырыны қан қысымын төмендетіп, жүрек соғысын жақсартады екен. Ұлан. Шабағында қан қысымын Көтерілген кезінде тезек пайдасы мол. Бұл жүрек қан тамырларының шипа болады екен. Өте тамаша. Қолғай. Апельсинде жүрек аурулары шипасы мол. Жүректің қалыпты қан айналымына бұзылмауына септігі тигізетін дәрумендерге бай. Жүрек қантамыр жүйесі мен жақсылық пайда жемістің бірі. Біз оны көп жеп тұруымыз керек. Жүрекке пайдалы. Қайсысы? Жүрек қантамыр. Жеміс жеген қай түр екен? Қара? Қара қантамыр. Қара қант екен. Жақсы. Қайсыңдар ма? Не екен сендерде? Киви екен. Киви де жүрекке пайдалы. Олар да жемістердің қатарына жатады. Бұл жемісті жеп тұрсаңыз, жүрек пен көз Тыңдаймыз. ауруына шақырасыз. Кивиде с дәрумені бар. Өте тамаша. Ал, ары қарай. Жұптасып айтып қой, қазір айтып қой. Екеуің бірін. Ал, сен қандай жеміс екен? Анар. Адам жүрегіне пайдалы жемістердің бірі ол анар. Анардың құрамында С дәрумені мен калий бар. Анардың шырыны ол жүрекке пайдалы. Өте тамаша. Сымбат? Жидек дегеніміз жеміс серия жоба қабаты. Ол сондай-ақ жеміс серия мен жеміс іші шырынды көп жемісті шырынды 6 топқа бөлінеді. Сүйекті жемісті жидек жемісті, жаңғақ жемісі, Біз қазір жаңа ақпараттарды, жалпы біз ол жеміс-жидектерді жейміз, бірақ қандай пайдасы бар екен білмейміз. Ал енді қандай қазіргі біздің өтетін жаңа сабағымыздың
бай жеміс түрі. Бұл жеміс көбіне Рамазан айында дастарханымыздан табылып жатады. Ал бүгінде ғалымдар дәруменге бай бұл жемісті жиі тұтынуға кеңес беріп отыр. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Ал ғалымдар құрманы 2-3 жыл аштықта талғажау етуге болатынын дәлелдеп отыр. Бұл жемістің осы және өзге де пайдасы туралы айта кеткенде жөн көріп отырмыз. Ең алдымен құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа түсіреді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауыру кем-кем кездеседі екен. Құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмауын алдын алады. Сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Мәйелдің жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса тез жазылады. Дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққандар көбірек жеуге кеңес береді. Құрма иодқа да бай. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады. Қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшықеттеріне пайдалы. Құрма құрамындағы А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, суықтаудың алдын алады. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Біздің сіздерге кеңесіміз әртүрлі зиянды тәттілерді құрмамен алмастыруға тырысып көріңіз. Ал қазіргі уақытта балалар, тыңдағанымыздан не ұқтық? Бір ауыз сөзбен айтып түсіндірші. Кім сөйлейді? Кім айтты? Санжар айтты. Құрма денсаулыққа өте пайдалы. Ол адамның ауырсынан жалғастырыңызшы еді. Құрма адамдарға өте пайдалы. Құрмада А және С дәрумендері бар. Ол ауру адамдарға көмектеседі және де зиянды тәтті заттармен құрманы ауыстыруға болады. Әли, сен тоқтардың кім айтады? Айта ғой. Құрманың пайдасы өте жақсы. Оның ішінде А және С дәруменінің ол иммунитетті ашады. Ол жалпы құрманың пайдасы көп екен, ода не бар екен? Йод бар екен. Йод жетіспесін білесіңдер ме балдар? Қалқанша безі ауруына ұшырайды екенбіз. Бұны дер кезінде жемістерін піскен уақытында жеп тұруымыз керек екен. Егер де шеттен тіс жеп қойсақ, біздің денсаулығымызға зияны бар ма жоқ па? Зияны болады. Ал балалар бір шаңа сілетіп алайық. Ал Sen
келіп айтамыз, ұмытып қалмаймыз. Қайта шығуға болмайды. Жаз қойыңдар, кімнің қалай жазған мен осы дайынсыз ба? Жаза бересіңдер екен. 1, 2, 3. Ал, басар. Bir сөйлемді оқимыздан келіп айтамыз. Сенің айтқаныңды мына жақта жалғастырамыз. Достарына бәрін жеткізіп айтамыз. Келесі. Айтамыз. Енді осыны қазір мен мынаны берем, топ басшай. Кімнің қаншалықты жазғанын тексеріп, бағасын қоя беріңдер. Біреуін қалай. Жетсе. Жинап алып, тексеріп бағасын қоя. Тексеріп шығып, тек қана қайтесің. Жазғандарыңыз. Шығамыз қазір. Екі топтық тапсырма болады, қазір жауап береміз. Тоқтаған деген соған жауап бересің. Кетсін. Дауысын шығарып. Алма жемісі амоин бола ала ма? Мысалы келді. Алма жемісі амоин бола алады. Ойбай бола алады. Болады. Алма кәдімгі жейтін алма, жеміс жидек алма, жеміс жайлы затты алма. Мына топтан шығарып. Тез-тез келіңдер. Құрай, қарақат, құлпынай, інжір, жеміс па, жидек па? Өте тамаша. Тура мағыналы сөз дегеніміз не? Тура мағыналы сөз дегеніміз адамның өзіне тура айтқанын сөйледі. Жемістерге нелер жатады? Жемістерге алма, алмұрт, банан. Жеміс-жидектің адам ағзасына қандай пайдасы бар? Оған ауруға көмектеседі және жалма адамға шығуға көмектеседі. Иммунитетті көтереді. Және Адам ағзасына өте үлкен пайдасы бар. Ауыспалы мағына дегеніміз не? ауыспалы мағына дегеніміз сөздің басында пайда болатын туындысы ауыспалы мағына дейміз. Балдар, енді
На компас. Жидек тобы шумергеші. Бізге топ тоқымыз ұнады. Топ тоже узнады. Алия ханым, сізге осы біздің аш сабағымыздағы қай әдістер және де қай балалар ұнады, қай топ ұнады? Маған әдістерден бұл жерде жаңағы мына жүгіртпе диктант ұнады, өте ұнады. Балдар қызығып қатысты және екі топта да оқушылар жақсы қатысуға тырысты, белсенді болуға тырысты, сол жағы ұнады. Батыр ағай, бүгінгі ашық сабақ қалай өтті? Өздері қалай ойлайсыңдар? Жақсы өтті ма? Жақсы ма? Менің ойымша екі топ онша бәсекеге түспеді. Бұл жерде қара қанша бәсекеге түсетін неге тапсырмалар берді, иә? Ана жерде жүгіріп тез сөз тасып, иә? Кеп қай топ бірінші болады. Одан кейін мынау шыбын ұру әдісі, сол сияқты қанша әдістер бұл жерде тез әрі шапшаң болу керек, иә? И сондай кезде көбірек біз не алуымыз керек, білім алуымыз керек. Керемет әр сабақтарың осындай болсын. Жақсы. Өздерің көбірек білім алуға әрекет жасаңдар. Жақсы. Рахмет барлықтарыңызға. Мұғалімдеріңізге де рахмет. Осындай сабақтар көп болады. Болды. Үйге 5-ші